Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін сіздермен қазақша English онлайн интенсивті курсының 3-ші сабағын өтетін боламыз. 3-ші сабақта біз айтып өткендей грамматика сабағын өтеміз. Бүгінгі біздің грамматика сабағымыз to be етістігі. To be етістігі дегеніміз жалпы ағылшын тіліндегі ең көп қолданылатын көмекші етістік. Қайталап айтамын, көмекші етістік. Көмекші етістік дегеніміз негізгі етістік емес деген сөз, яғни оның сөйлемде нақты бір мағынасы жоқ, жай ғана сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыру үшін ғана қолданылады деген сөз. Жалпы to be етістігінің осы шақта 3 түрі бар: am, is және are. Am, is, are. Бұл 3 to be қай кезде қолданылады? Am to be тек қана I есімдігіне ғана қолданылады. I am деп айтамыз, мен деп айту үшін I am. Is to be жекеше түрдегі зат есімдерге қолданылады. Яғни he, she, it. He дегеніміз бізде ол деген сөз ұлдарға айтылады. She деген тоже ол деген сөз қыздарға айтылады. It деген ол заттарға айтылады. Ол да ол деген сөз. Яғни үшеуі де ол деген сөз. He ұлдарға, she қыздарға, it заттарға айтылады. He, she, it. He is, she is, it is деп айтамыз. Немесе жекеше түрде тұрғандықтан адамдардың аттарына да қолдануға болады. Мысалы, Арман is, Әсел is, Асқар is деген сияқты жекеше түрдегі кез келген зат есімге is to be-ін қолданамыз. Одан кейінгісі are to be. Are to be ол көпше түрде қолданылады. Мына жерде we деген біз, you деген сен және сендер. Бұл жерде бір ескерте кететін жағдай, you деген сөз сен деген мағынаны білдірсе де, сендер деген мағынаны білдірсе де, are to be қолданылады. Яғни жекеше түрде тұрса да, көпше түрде тұрса да, are to be қолданылады, көпше түрдегі to be. Және they деген бізде олар деген сөз. They, we, біз, you, сен, сендер, they, олар. Келесі to be етістігінің қысқартылған формасы. Жалпы ағылшын тілінде жазған кезде көп сөйлемдерді қысқартып жазады, немесе қысқартып та айтып жатады. Соның енді біз to be өтіп жатырмыз. To be-дің қысқартылған формасы I-ға am жалғаған кезде I am болады. You are, you are. We are, we are. They are, they are. Мынау I am осылай келетін болса, бұл не екен деп таңғалып қалмаңыздар. I am деген сөз you are, we are, they are деген сөз. Келесі is. He is, his деп айтылады. She is, she's. It is, its деп айтылады. Қысқартылған формасы жалпы осылай. Енді to be етістігінің құрылымына келетін болсақ, жалпы біз бүгін мына құрылымды өтеміз. Бір нәрсені сипаттаған кезде қалай айтамыз? Мысалы, бір нәрсені немесе адамды. Біріншісі мына жерде I деп тұр, бірінші бізде яғни бастауыш тұрады. Мына жерде pronoun бізде бастауыш, яғни есімдік. I am, мен деген сөз to be тұрады одан кейін. Содан кейін барып сын есім тұрады. Big. Big деген сөз бізде үлкен деген сөз. Яғни I am big, мен үлкенмін деген сөз. Мына жерде біз өзімізді сипаттап тұрмыз, мен өзімді сипаттап тұрмын. Мысалы, I am big, мен үлкенмін деп. Бұл кезде бірінші мен деген сөз қолданылады бастауыш, одан кейін міндетті түрде to be етістігі қолданылады. Сосын барып қана сын есім қолданылады. I am big, мен үлкенмін. You are big, сен үлкенсің. You are big. He is big, ол үлкен. He is big. Және біз бүгін сіздермен уәде бергенде 25 жаңа сөзді өтеміз. Бүгінгі жаңа сөздеріміз: біріншісі school, мектеп. School, мектеп, school. Teacher, мұғалім. Teacher, мұғалім, teacher. Hospital, аурухана. Doctor, дәрігер. Married, үйленген. Holiday, демалыс. Center, орталық. Big, үлкен. Little, кішкентай. Tall, ұзын. Short, қысқа. Rich, бай. Poor, кедей. Man, кісі. Woman, әйел. Book, кітап. Camera, камера. Person, адам. Car, машина. Boy, бала. Girl, қыз. Old, кәрі немесе ескі. Young, жас. Strong, күшті. Weak, әлсіз. Мына сөздерді жаттап алыңыздар. Келесі айтып өткенде everyday English phrase, яғни күнделікті ағылшын тілінде қандай фразалар қолданылады.
Біз бүгін сіздермен амандасуды, танысуды үйренетін боламыз. Біріншісі, hi. Hi. Сәлем деген сөз. Hi. Сәлем. Hey. Ол да сәлем деген сөз болады. Hey. Hi немесе hey деп амандасуға болады. Немесе hello. Hello. Ол да сәлем деген сөз. Бұлар бейресми амандасу түрлері. Яғни сіз жолда кетіп бара жатқан кезде досыңызды, бір танысыңызды көріп қалсаңыз, привет деп айтасыз. Мысалы, сол сияқты қазақ тілінде сәлем деп айтылады. Енді ресми түрлері good morning, қайырлы таң. Good morning. Бұл таңертеңгі уақытта айтылады. Good afternoon, қайырлы күн. Good afternoon. Бұл өздеріңіз көріп тұрғандай қайырлы күн түсте айтылады. Good evening, қайырлы кеш. Good evening. Good night, және қайырлы түн деген сөз. Good night. Sleep well, жақсы ұйықтаңыз. Sleep well. How are you? Қалың қалай? How are you? Қалың қалай? I'm okay. Мен жақсымын. I'm fine. I'm great деп айтуға да болады. Барлығы мен жақсымын, менде барлығы жақсы, тамаша, керемет деген сияқты мағынаны білдіреді. I'm okay, I'm fine, I'm great. Бірақ бұның біреуін ғана қолданасыздар. I'm okay немесе I'm fine деп. What's your name? Сенің атың кім? What's your name? I am Marat. Мен Маратпын. I am Marat. My name is Marat. Менің атым Марат. Екі түрлі жауап, осылай жауап беруге болады. Мен Маратпын немесе менің есімім Марат деп. And you, сен ше, яғни сенің атың кім деген сияқты. Сен ше. Where are you from? Сен қай жақтансың? Where are you from? I'm from Астана. Мен Астанаданмын. Мен Астана қаласынанмын деген сияқты. I'm from Астана. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. Nice to meet you. I'm sorry. Кешірім сұраймын. I'm sorry. Кешіріңіз деген сөз. Мені кешіріңіз немесе. Бұл сөздерді дәптерлеріңізге жазып, міндетті түрде жаттап алыңыздар. Және өздеріңізге пайдалы болу үшін осы сөздерді қолданып диалог құрастыруларыңызға болады. Енді біздің бүгінгі үй тапсырмасы бар. This is a photo. Мына жерде бір фото берілген, екі адамның, ол Клод және Холли Дювал. Екі адамның, мына жерде Клод, Холли Дювал деген не екенін деп шатасқанмаңыздар, бұлар адамның аттары. Мына жерде екеуінің аты. Осы екеуінің фотосы берілген, және мына жерде осы екеуі туралы сөз айтылған. Яғни, this is a photograph of Claude and Holly Duvall from Montreal in Canada. They are on holiday in New York City. Holly is from Canada and Claude is from France. They are married. Holly is a teacher. Her school is in the center of Montreal. Claude is a doctor. His hospital is in the center of Montreal too. Яғни, бұл сөзді сіздер мәтінді қазақшаға аударасыздар, және мына жердегі жаттығуларды, екінші жаттығудағы сөйлемдерді толықтырасыздар. 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Бірге санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тура осылай жаттап шығыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сөз. Мына жерде мысалдар берілген. Біріншісі A депті. Бұл жерде кітаптар берілген. Books, кітаптар деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5 кітап берілген. Осыны санайсыздар дағыны. Мына жерге қанша кітап екен дедіңіздер? 5 books. Мына жерде 5 деген сөз 5. 5 books. Мына жерде машиналар берілген. Cars деген сөз, машиналар деген сөз. Осы жердегі сөздерді жазып алуларыңызға болады, егер сіздерге бейтаныс сөздер болса. Car деген сөз бізде машина. Cars деген машиналар. Мына жерде неше машина тұр? 1, 2, 3 машина тұр. 3 деген бізде 3. 3 cars. Осылай санмен емес әріппен жазып шығасыздар, сөзбен. Және үйге тапсырма қорытынды сабақта айтып өткендей, 10 сөйлемді ағылшыншадан қазақшаға, және керісінше 10 сөйлемді қазақшадан ағылшыншаға аударамыз. Мына жерде бірінші жаттығуда берілген 10 сөйлемді
бірінші көп нүктенің орнына to be етістігін қойып толықтырамыз, одан кейін барып қазақ тіліне аударамыз. Бірінші сөйлем мына жерде we little деп тұр. Бізде we деген сөз біз, жаңа есімдіктерді айтып өттім, жазып алыңыздар оларды да. Little деген бізде кішкентай деген сөз. Яғни we little деп тұр, біз кішкентаймыз деп айту керекпіз. We little деп біз айта алмаймыз. Сөз бен сөзді байланыстыру үшін бір нәрсені сипаттаған кезде біз to be етістігін қолданатын едік. Сондықтан көп нүктенің орнына біз to be етістігін қоямыз. We деген бізде біз деген көпше түрде тұрғандықтан are to be'ін қолданамыз. We are little. We are little. We are little. Біз кішкентаймыз деген сөз. Тура солай. Келесі she. Бірінші бұл жерде біз бастауышты анықтап алу керекпіз, яғни есімдікті жекеше түрде тұрма, көпше түрде тұрма деп. Егер де жекеше түрде тұрса is қойылады, көпше түрде тұрса are қойылады. Және ерекше есімдік бізде I есімдігіне тек қана am to be қолданылады. Және келесі екінші жаттығуымыз біздің он сөйлемді, қазақша сөйлемді ағылшын тіліне аудару. Мына жерде жақшаның ішіне қыз, ол, зат деп қойғаным, ол деген сөз бізде үш түрі бар еді ғой, he, she, it деген. Соны өздеріңіз тауып қоясыздар. To be етістігін ұмытпаңыздар. Осымен біздің бүгінгі қазақша English интенсивті онлайн курсының 3-ші сабағы аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға подписаться деген батырманы басып тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.